ал енді мына қазіргі болып жатқан біздің әрбір кезеңіміз ата жолын болып жатқан мына жайнаққа тікелей тәуелді. Бұл бәрінің үлгісі жайнақта. Жайнақта енді болып жатқан жағдайлар көбісі ойлайтын шығар, енді жайнақтаған жоқ. Бұл бүкіл ата жолында болып жатқан халда. Біз соның алдында келе жатамыз. Ол болмаса сол болатын жағдайлар. Міне жақсылықта болып жатқан мына қаралық жаманшылықта сол міндетті түрде. Сендердің араларыңда осы жаңбырша айналанды. Сол оқиға сендер жақсы дұрысталған сайын бүкіл ата жолда соған бейімделе бастайды. Бәрі сендерге байланысты. Себебі не оның ар жағында? Оның ар жағында ол сендер қуат өндіресіңдер. Мәселе сонда. Сендер үлгісін қалыптастырасыңдар. Соны енді оны 100-ге көбейтем, Алла тағала 10-ға көбейтем. Кезінде Алланың елшісі айтқан ғой, болашақта болады. Бір өзі 50 сахабалық. Соған да таң қалыпты. Бір өзінде 50 сахабалық болады дегенде. Яғни сондай бір өзі сол кезде айтқан, біз сол заманға келсек деп көбісі армандаған. Ол қалай сонда бір өзі 50 сахаба татин болатын деген. Ал енді ол неге 50 сахаба деп айтқан? Осының барлығының өзінің мәні бар. Сол кезде Миғражға көтерілген кезде сендер енді 55 намаз орындайсыңдар деген да. Сонан Мұса пайғамбарға қайтып ке осындай 55 бұраныз Алла тағала 55 намаз орындайсың, Мұсамен, сенің үмбеттерің оған орындай алмайды, мен де осындай болған, сен сұра төмендет деген ғой. Тағы сұраған сөйтіп 5 уақыт намазбенен Бақара сүресінің соңғы 2 аяты. Түсірді. Ол соңғы 2 аяттың мағынасы ұмытып қалған. Ол қазір жоқ. Мына қазіргі осы мына біздің мұсылманымыз деп жүрген кезде. Негізі барлық намазың саны 55. 50 ма? 50 намаз. 50 намаз. Соның 5-еуі сәжде. Ал ол не намаз? Осы 50 намаз деген соның енді бұна 45-і қайда енді? 45-і Абай айтамыз отыр, адамдық. Намаз орындау деген адамдықты айтады. Ал енді мұсылмандықтікі ол мына біліммен байланысты, ол мұсылмандықты меңгеру, оның тұрақты саны 72. Айтқан сендер 72 топқа бөлінесіңдер деген. Яғни айтқанда 72 тоғыз жол жынды меңгеру. Енді сол 50-ге 72-ні қоссаң қанша болады? 122 болады. Міне 122 сан осы бүкіл намаздың саны сол енді. Ал енді қазір айтып жатыр, мына көптеген әңгімелер шығып жатыр. Біз дейді, тарихта айтып осындай болған кезінде мынағында сөйтіп 1000 қазақ халқы 1200 қалың дейді. 1200 әйтеуір айтты, сол соғыпқан сөйтіп адам Әбу Ханифа мазхабымен сөйтіп қабылдағанын дейді. Мен соны тиктоктан айтып жатыр да. Жарайды, келсейік. Қазақ халқы мен соны Әбу Ханифа мазхабыменен осылай айтып жатыр ғой. Келсеміз. Келсейік. Енді демек Әбу Ханифа мазхабымен қазақ халқында домбыра болған, емшілік болған, бақсылық болған, осы мына жылқының дәрежесіне, осы қазақтың бүкіл айтып жатыр ғой, дәстүрлі мазхаб деп. Демек соның бәрі болған ғой. Өздері мойындап отыр ғой. Енді сол болып жатқан қазақта болған екен, Әбу Ханифа мазхабымен қазақтың дәстүрі біздің қазіргі мынау бүкіл жаңағы әруаққа табынатынымыз, әулие-әмбиелердің әруағына табынатынымыз, біздің зиратымыз, осының бәрі Әбу Ханифа мазхабында болыпты. Ал егер де осының бәрі өтірік десе, онда Әбу Ханифа мазхабы да өтірік. Болмады. Ширк қосып еді, Әбу Ханифа мазхабы өтірік болған. Себебі неге? Ол мазхабпен, себебі не? Барлық нәрсе дінмен бірге жүреді. Дінсіз нәрсе жоқ, мәселе сонда. Дін дегеніміз енді мысалы қалайда дін деген көзқарас, дін деген іс-әрекет дейді.
Оны қалай түсінеміз? Енді қазір мінекей осы іс-әрекетпен сұрап жатқан сендерсіңдер, мен осыған келіп тірелдік. Мұсылмандық деген 72 сол жынды топты меңгеру. 72 түрлі жын бар, соны меңгеру. Жынды қозғалыс бар. 72 түрлі қозғалыс бар. Сол қозғалыс меңгеру. Ол қозғалыстардың бәрі әртүрлі әрекетпен бейнеленеді. Соның ішіне кіріп кетеді. Жыныстық қатынасында, басқасы бәрі осы 72-дің ішіне кіріп кетеді. Бүкіл тербелістің бәрі. Ол өлшем. Сол тербелісті меңгеру керек. Енді қазір бізде болып жатқан жағдай мына арамыздан енді кетіп жатыр ғой. Кетіп жатыр, арамызда жүргендер бар. Сосын жаңағы бір осындай бір келеңсіз жағдайлар болып жатыр өзіңізге. Кеше анау бір көп өліп қалды дейді, анау дейді, мынау дейді. Қарап отырсаң тіптен менің кеше ана мына жерге осыны өлшеймін деп алып келдім ғой, ватт-метрді қойдым, айттым, мынаның бәрі өлшеп, осы есебін шығару керек, қанша айына қанша тоқ жейді деген соны сияқты. Ол да енді оны енді сұрап отырсам, менен басқа оны енді бұл жерде ешқайсысын қызығып жүрген жоқ, білмейсіңдер. Енді соны алып кетіпті осы жерден. Ол кімге керек? Яғни демек екінші бір тоқ көрген бар деген сөз ем, оны пайдаланатын болса. Ал оны соны пайдаланбайды ғой, оны пайдаланбайды, бірақ соның ана қырып тұрған түні алып кететін осы жерде ана заттар, ұқсатсыз заттар жоғалып жатыр деген естім да. Қазір қойған, қазір алып кетеді дейді. Бұл не? Осы енді сол ана бұл да бір жындардың осындай шабуылы бір арамызда жүр. Солай сен біреудің, мен мысалы жаңа барып киіз үйге бардым, ана нені тексеруім керек, қарасам жауып тұр, амантай жоқ. Бірақ қарасам ана қыз ол енді жарылады, оны қызып бара жатыр. Сосын амал жоқ, мен ана жаққа барып тестерді іздедім, тамам. Содан дилерді алдым, заттарды алып, мен ол тұрғанда енді ол өзім әкелген заттарым ғой енді. Бірақ енді ұқсатсыз енді сенің неңе бөлмеңе кірдім мен киіз үйге. Себебі ол ертең сендерің мына қауіпсіздіктерің. Соның өзін ыңғайсызданып, ұқсатсыз кірдім ау деп. Мына Құранды естіген ғой, мына бір күн үйіне баратын болсаңдар, бір кіретін болсаңдар, 3 рет қағыңдар деген Алланың елшісі. 3 рет есің қағыңдар, егер де оны жауап бермесе, онда бұрылып кете беріңдер деген. Кез келген нәрсеге кірген кезде сәлем беріп кіру керек. Сәлем беріп кіріңдер. Енді ортақлерің болса, оған кіруге болады деген. Мысалы, ортақ қазір мына қорада, не сарай, не ортақ қой. Оған кіруге болады. Оған сен ұқсас сұрау болмайды. Өйткені сен ұзан заттарың бар. Ал қалған нәрсенің бәрін ұқсатсыз алу деген, ол неге ол? Солай иманыңды ұрлап жатыр. Сен жинадың, жақсылық істедің, қылдың, бірақ ана түртті ана, іште кетпейді, ала салдық. Көзің қызықтырды. Болды, иманын қоса бердің. Осылардың бәрін енді тағы қандай жат? Бірін айтсаң, онау қазір осынан кетіп атқандар көп қой енді, кетіп атқандар. Бір айтсам, жоқ, ол деген сүйткен ғой деген мен бір әңгімені естідім да. Айтам, міне сенің ақымақтың, сен иманыңды беріп қойдың соны. Иманыңды ұрлатып отырсың. Себебі неге? Ол мүмкін кеше мысалы Айсұлу жүрді, оның болды, сынақтары болды енді. Сөйтті де енді оны солай ана Марвардтан өткізді, оны Оралға алып кетті. Енді барып Айсұлу осы жайнақта сөйткен дедің бе? Болды сенің. Иманыңды соған бер. Себебі неге? Ол Айсұлу қазір кім екенін сен қайдан білсің ол? Мүмкін сенен де жақсы болған шығар. Мүмкін сенен де жақсы болған шығар ол. Оны әркім өзінің құпиясы ғой, аруақтар жетелеп жатыр. Сол сияқты ана қош шығатын, жүрді не қылды. Ол сөйткен дейтін болсам, ол кім қазір сен қасында өмір сүріп жатқан жоқ, оны өзі біледі. Ол қандай онда өзгеріс болып жатқан. Ал мен айтсам, мен оны әдейі айтам. Себебі неге? Себебі ол ана онан сайын батпаққа түспесін деп. Мен айтқан сайын, мен оларға қуат беріп жатырмын. Мен сендерді сынасам, мен сендерге қуат беріп жатырмын. Енді оған дәлел. Гүлза айтады, өткенде сіздің мені видеода айтпапсыз дейді. Мен айтпын, не пайда берем мен? Дұрыс емесің ғой? Мен оны сосын дейді, соны мен ішімдегі ашуланып дейді. Ана ызаланып, телефонды лақтырып қысып не қылып тұрды дейді да. Ол енді өзің оны қалай десең, сол ана сізге қарсы қою, ана сіздің сөзің соған ол олай емес.
мына екі түрлі жағдайда ішсек бірі оны семірту керек, бірі әбден ашықтыру керек. Болмаса ол көнбейді. Я ашықтырасың, я семіртесің. Мысалы, сенің Амантесің жағдайың әбден ашықты ғой, келдің. Енді қазір сен қайттан семіртіп атсың. Сөйтіп барып, бейнеленеді ол. Енді сонда ол мен неге істеймін? Анау, егер де мен үндемей қалсам, ол ашыға бастайды. Менен қуат алмайды. Сосын басталады. Мен Өскеменде жүргенім дұрыс еді. Өскеменге кетсем қалай болады деген. Ашыға бастады ғой. Себебі ол жақтан алатыны бар. А мына жерде мен тегін беріп жатырмын, сынап. Сол сияқты Айнұрға да сөйтіп. Себебі оның ішіндегі де мен айтпасам ашыға бастайды. Өздігімен алмайды. Өздігімен алып жүрген Ханипа ғана. Ханипа ғана тауып алды, менің қасымда әйтеуір менің бір немді риза болатын нәрсемді істей қояды. Мен риза болам, болды. Ризалықпен беріледі. Қуат алмасу деген сондай болады. Ризалықпен болады. Немесе осындай сынау арқылы болады. Мен сосын амал жоқ сынайым. Көріп отқан. Сынамасаң болмайды. Неге сынау? Себебі осындай жағдайға кешегі осы болып жатқан жағдайың бар. Бұл жерде кінәлі Анар менен Айнұр. Ол қалай? Енді Құдайдан қорықпағаннан қорық дейді. Ажалында бірін екінші жаны бар. Ona тәрбиелік, кім тәрбиеленген нәрсе, оны қорқып тәрбиелемесең, ол сенің анау уағыздың мейіріміңе болмайды. Оны тек қана Құдай солай тәрбиелейді. Қазір осында жүрген көбісінде ол опаңа егерде қазір қиналатын болса, қазір жеңілдікті беріп қойғаннан кейін осылай бола береді дейді да, ойына келгенін істей бастайды да. Құдай не істейді оны? Оны ешқашанда тозаққа мәңгілік қалмас үшін оған азап береді. Тамақ жетіспейтін болады, басқа болады, әйтеуір сол азап өмір кешу керек. Себебі неге? Ол осы өмірде оны анау өзінің күнәсін сөйтіп жақпаса, анау ашықтырмаса ішіндегілерін, оны басқа жол жоқ. Мына жерде жақсы, барлық ауру жоқ, ешқандайы жоқ, бірақ соның ішінде ғана семіргеннен кейін білгенін істей бастайды да. Оны несі қалай қорқытады? Мынандай жағдай болды. Бізде де осындай арамызда көп болды ғой. Әртүрлі ат. Мен бір күні неден келе жатсам, оразан кезі сол ауыз аштырып келе жатсам, мына есіктің алдында тағы бір жер бар еді, сол жерге бүкіл эстон заттарын түсіріп қойған. Қарасам, мен жәшіктерім далада жатыр. Ешқандай не отырған. Ол жерде қора деген жоқ. Қарасам жоқ ана жәшіктерім. Қап дедім, ішім удай ашты. Бір керемет темір жәшіктер еді. Сосын айттым әйелге, сен енді сұрашы. Маған ұятты дедім да енді. Сен сұрашы дедім, Құран сұрап еді. Анау пәлен 3 үйден кейін көрші алыпты деді. Мен айттым, енді маған ұятты, сен өзің барып айт деп. Тағы көрсетіп, машиналар бүйтіп аударылып жатыр екен деп. Барып айтыпты, сендер ана алыпсыңдар ғой. Ана орнына апарып қойыңдар, болмаса ана машиналарың аударылайын деп тұр деп. Бір кезде қарасам, жарты сағаттан кейін 3 жігіт жүгіріп келіп ана келіп тастай салып қашты жер орнына. Енді айтты, бір ет тартқыш жоғалып кетті үйдегі. Соған көршіге ешкім білмейді. Мен айттым, Құраннан сұра. Құраннан сұраса, 4-5 үйден кейін пәленше деп. Барып сұрағанда көздері атысы келіп кетті. Олар оған болды енді пайдаланамыз деген ғой. Сонда осындай заттарды сұраған кезде біздің үйдің маңынан ештеме жоғалмайтын болды. Қорқады алуға. Онан бір жағы туысқанымыз бар еді. Ол айтты, не оны істейтін? Мына ішкі істерде. Соң айтады, бізде дейді осындай күріш жоғалып кетті, таба алмай жатырмыз дейді. Құраннан сұрап беріп. Сұрап, пәлен жерге барсаң табасың деп. Барды тауып алды. Сөйте ана ауылда ол енді учаскелік ғой. Ештеме жоғалмайды, бәрі қорқады дейді. Себебі ана участковый деген бәле қайғат не жоғалса да ұрлықтың бәрін тауып береді деп. Соны аудан естіген ғой. Ой, мына не деген ауылда ешқандай ұрлық жоқ, бәрі қорқады деп. Сосын айтты, енді саған деп, осындай бір қылмыс ашылмай тұр. Сол қылмысты сен ашып берсең, сені османдай жоғары қызмет қоямыз ауданға деп. Соны қабырласып тұрып, мен өйсіп шартқа отырдым деп. Ашып береміз. Соны ол қылмысты ашып берді. Бұл мен әшейін айтып атқандарым. Сондай осылардың өткенде, енді сол қорыққаннан бәрі иманға келеді бәрі.
өзімізден де сөйтіп жоғалды. Бір үйге мен намаз оқып жатқан кезде сөйтсем, ана ішіп келген біреу келгенде балдарын жолдас үйде ана қалтасында ақшаларын іліп тұрған сөйтіп бәрін алып кетті. Енді сұраса, ол өздерінің жолдастары. Санаровта тиіспеңдер оған дейді. Бір қарақалпақстан жігіт тиіспеңдер деп. Неге? Ол айтқанда балдар барып тартып аламыз қазір үйден шығарамыз деп. Жоқ, тиіспеңдер деп ол. Осылай жүріп үйренгеннен кейін, ана балдар да соған үйренді. Әруақ айтты ма болды. Қай жерген мәшинен қай жері бұзылады, несі кетіп тұр, бәрін қолына қойғандай. Неге? Оның бәрі не? Оның бір ана кереметтігінен емес. Ол сол кездегі Алланың берген нұр еді. Енді соны соңғар егер де қазір Анар менен Айнұрда сондай соны меңгеретін болса, бұл жерден жоғалмақтығы өздері қашып кетеді. Өздері қашып кетеді. Себебі неге? Бәрін біліп тұр. Әруақ айтып тұр. Әруақ неге айтады? Бірақ сен өзің мінезің лайық емессің оған. Мінезің неге өзің лайық емессің? Мына өмірдің мәні деген болады. Сол өмірдің мәнін түсіндің бе сен, мысалы Амантай, үлкен Амантай? Өмірдің мәнін. Білесің бе өмірдің мәні деген не? Мысалы, соны мен енді Анар екеуміздің арамызда ардан сұрадым, қалай дем, сен де әлі дұрыс ана өмірдің мәнін меңгерген жоқсың, сонан болып тұр десем, ол қалай дейді, мен бала шағаны өсірдім. Қандай сонымен өмір сүрдім, ағайын туғандарға әйтеуір соған жаңа. Шында ғой ол. Рас, қазіргі заманға қарасаң, өмірдің мәні жоқ деп айта алмайсың арында. Бірақ ол емес, ол негізгі біз болашақпенен бүгінгі біз бүгін өзгереді ол. Ертең оны. Ал енді ертең қандай болады? Мен айтып, сен сөйтіп дұрыс балдар тәрбиелерін немен тәрбиеледің? Ал көрсетші. Шешесі осындай Алла тағаладан түскен не бар екен, бүкіл әлемге танымал болатын сондай осы бәйгеге қосылған кезде сенің балдарың аяғынан шалып жүрген жоқ па, шайтан болып? Осы ма сонда сенің тәрбиең? Демек өмірдің мәні жоқ. Бірақ сөйтті де мен сол балдарды солай қойға ма, құтқару керек оны. Ол құтқаратын еді, сен де кіріп тұр. Сен де тұр деп. Міне ол болған жағдай, айтылған жағдай. Ой, себебі ол бала әлі ақыл толмаған, ол қайдан біледі? Ертең бірақ 2 жылдан кейін әттең ай деп өкінетін заман келе жатыр. Міне. Мен талай айтты, Айнұр ертең 5-6 7 өкінетін жағдай тұрғанда, ол қалай дейтін, білім ғой тұрған. Өмір деген бәрі мынау тұр ғой бәрі. Аласың, бересің, ақша болса бәрін қылады деп. Ал қазір енді соған кеп тірелді, тағы да айтып отырмын. Енді 3 жылдан кейін тіптен алаңсыз сен түк болмай қаласың. Түк болмай қалған деген, сенде бәрі болады. Дүние сен қалаған соң дүние тыныш тіршілік міне отырады. Бірақ сен ешкім керек етпейді сені. Қажет етпейді. Мен де қажет етпеймін. Себебі менің сұранысым бөлек қой. Мен сұранысым бар. Қазіргі мен сұранысым әлі мен оны қамтамасыз ететін бірде-бір әйел жоқ. Енді осыдан кейін неге өмірдің мәні деген ол мына жаңағы сенің қарның тоқтығы, осы заманға сай өмір сүру емес. Өмірдің мәні ол жүректің халінде тұр да. Ол мүмкін сенде жетпейтін шығар. Нан тауып май таба алмай жүрген шығарың. Май болса нан болмай жүрген шығар. Ана жиренше шешен өзінің жаңағы лашығында жатқан аяқ шығады дейді. О, кең сарайдай. Ана сонда ханның сарайынан өзің лашығын артық көреді да. Ой, кең сарайдай өзім деп. Өмірдің мән деген ол сол Алла тағаланы түсіну, яғни. Ол өзіңнің болашағыңды, өзің қайда баратқаныңды, соны түсіну, ол ана жүректің тыныштығы менен мына жұртқа керек болуың. Сен жұртқа, халыққа керек болатын болсаң, сен хайуаннан ешқандай айырмашылығың жоқ та. Солай өмірден өтесің. Жұртқа егер керек болмайтын болсаң, қазір сен мысалы аманда ешкімге керек емессің. Бала шағаға да керек емессің, қатынға да керек емессің. Құдайға ғана керексің да. Аруақтарға керексің сен. Болмаса қазір сені өзі есептен шығарып тастаған, қойшы ол деп. Яғни сенде өмірдің мәні жоғалып кеткен.
Ал бала шаға керек қой, болаға тек жаңағы табыс тауып жаңағы жұрт сияқты жаңағы өрмес ол. Жақсы әке жаман балаға 40 жыл азық болады дейді. Сен рухани азық болуың керек балдарыңа. Олардың өмірі алдыда әлі. Ертең бәрі айналып келгенде, ертең 40-тан кейін сол 50-ге болған кезде түсінеді. Мен де солай түсінгем. Әке дегенде өздері әке болып, мана балдарын маңдай тигенде түсінеді. Мен әкемнен азық алыппын ғой деп. Болмаса түсінбейді ол. Сондықтан мына өмірдің мәні шеше онда кейін барып түсінеді. Енді қазіргі болып жатқан мынау біздің сол ана ділді қалыптастырып, кімде діл бар жоғын, кімде иман бар жоғын қалай білеміз енді, соған келе жатырмыз да. Кімде иман барын, кімде осы иман туралы да осы мен айттым, сенің имандымын деп жүргенің бәрі дүниеге байланысты иман ғой деп, тіршілікке. Ол қайды сонда иман сондай бола ма дейді. Иманды қалай түсінесіңдер өздерің? Ол масқапшы емес. Сен иманда ақыл болады. Иманда пайымдау болады. Иманда сабырлық болады. Иманда көркіңе өзің сай болу. Осының бәрі сол иманның мүшелері ол. Сондықтан сен енді дүние түршігінде жүріс, әйтеуір ешқандай өмір сүрдің, ол дүниелік иман. Бірақ ақыретіңде ештеме жоқ. Сендер дейді, дүние қаласаң дүниені береді, бірақ ақыретті ештеме бермейді дейді. Ақыреттің ішіне жинамалмағаннан кейін, сосын біз айтамыз, иманы жаңағы өлілердің дейді, иманы қойында болсын дейміз. Неге айтамыз оны? Иман қойында болсын деп. Әйел адамға айтамы осыны, Сұлтан? Естімедің бе? Әйел адамға айтпайды, оны еркек адамға айтады. Иман қойында болсын дегеннің өзі, осы сөздің өзінде ар жағында қаншама мағына тұр. Әйел еркектің қойында болу керек. Енді қазіргі дүниелік тұрғыдың өзінде де, Сұлтан, сенде де имандарың түгел емес. Дүниелік тұрғыда бізге Алла тағала сол жұп болып өмір сүруді жазғанда, иман қойында болсын деп, еркекке. Сондықтан, егер де сол бір еркекке 4 әйелді бұйырса, Алла тағала оған үлкен дені берген. Сол әйелдердің өзіне болды, енді әйелдердің өзіне берген бақ. Біз ойлаймыз ғой, еркек жоқ. Оның еркек үшін қиын. 4 әйелді асыра оңай дүниеменен. Ал оған енді оған күзетші болу ең қиын сол иманның. Егер де еркектің қарамағында болмаған әйел, оның иманы ешқашанда ақыретті иман онда болу мүмкін емес әйелдерде. Қазір осы жесір қынау жүргендер, олар бір еркектің қойына кірмегендер ол. Яғни оның үйінде болмағандар, оларда енді дүниелікті иман түгел емес. Оның иманын жинауға тура келеді. Иман деген ол ақыретке барлық нәрсе сол иманың сені құтқаратын, иманың алдынан шығатын. Имансыз еш нәрсе жоқ. Қазір әулие әмбиелердің осындай барғанда, зираттап, барып сендіріп атқанда, сол иманынан болады. Енді өмірден имансыз өткен адамдар қалай болады? Иман жинай алмай кеттің. Соны Алланың елшісі былай деген. Алланың дейді азабымен өлген пенденің 700 жылдан кейін өз ұрпақтарына беретін мирас болады дейді. Егер ұрпағы қалса. Ол не сонда? Сонда 700 жыл, ана 700 чакра соны жинайды екен. Иман туралы Інжілде, Құранда былай деген. Бір мүміндердің деген, бір бас бидайдан дейді, 7 сабақ шығарып, бір бас бидайдан, әр сабағында 100 дән бергенден дейді. Міне, иманның несі.
700 чакра адамдағы сол дәндеу керек. Жеміс болу керек сол. Иман деген сол дән. Қиямет мезгілінде деген пенделердің жүрегінде қышадай дәні болса, Алла тағала оған қосады деген. Соны өндіреді деген. Қазір біз сол иманымызды өсіре алмай жатырмыз. Кейінше иманымыз сол ұрлатып жатырмыз. Енді әйелдер неге төртеу болу керек дейді. Неге төртеу болу керек? Осы әйелдің мына аналық қуат төртеуменен көбейеді. Қазір мысалы сол Анар, Ханипа, Айнұр, Гүлжан төртеу неғын кезде төртеуінде 4 түрлі ерекшелік қасиет бар. Ата-бабаларына тұрған. Бұларда емес. Ата-бабаның аруақтарында тұрды. Сол төртеуі егерде төртеуі бір-біріне сондай апалсыңдей бір-біріне қылатын болса, махаббат болатын болса, Анарда мысалы бала өсірген, әйтеуір өмізге тұрған аналық мейірім махаббат. Ол енді түк әлі не қылмаған, ол Айнұрда да болады, ол Гүлжада да болады, ол Ханифада да болады. Керісінше енді Айнұрда әйтеуір білім бар, ар жағында тұрған аруақтардың үлкен бір тұр ғой қасиет. Сол Анарда да болады, Гүлжада да солай болады. 4-ке көбейтіледі. Бірақ ол енді еркекке сәждесі болған кезде, яғни еркек қойында болу керек. Енді 4-еуін бірден бірдей жата алмайсың ғой. Ол мүмкін емес. Бұрын уақытта да осындай болған. Ата-бабаларымыз бұрын не істейді? Кетеді, 6 айлап кетеді. Алланың еш пайғамбарыңыз, сен дейді өзің ұнағаның дейді, өзің қалағаның қасың ал деген. Жорыққа біреуін алып жүреді, тамақ істеуге деген. Енді сол оның Абылайхан атамыз 12 әйел болған дейді. Бұның бәрі не ол? Сол әйелдердің бәрімен сол бірге тұрды, бір төсектес болды деген ме сол? Соның ішіндегі біреуінің қызметі 4-еуіне есептеледі. Абылайхан атам мысалы біреуінің Абылайханның қызметі қалған 12-сіне есептелген. Қалған 11-не. Бұл не ол? Болса ділді қуаттаудың қиямет мезгілінде Алланың берген нығметі ол. Егер де соны қазір осыны пайдаланып, оның бәрі қазір сол әйелдерде, қазір әйелдер егерде діл өспей, сол иман, еркектің иманның жарысы болмай, ешқашанда өзгермейді. Осы жерде жүргендердің көбісі әйелдер ғой енді. Бірақ әйелдерден жындылық шығу деген ол тіптен алаңсыз, бұл шекке сыймайды. Ja мен қарасам, анау биік қой, оны шөптің үстінде тұр сәуле. Не істеп тұр оның үстінде? Тайт дейтін бір адам жоқ та. Шайтандық қой енді. Не бар шөптің үстінде? Ол осы қылық мәдениет болу керек. Әйелге лайықты мәдениет болу керек. Ал енді осы жерде ондай мәдениет болмайтын болса, құрашен біз жұртқа осы өндіреміз, онан түк пайда жоқ. Оларға да пайда жоқ, халыққа да пайда жоқ. Ең бірінші қазір сол мәдениет өзімізден бастау керек. Егер де осындай сол мәдениет болғаннан кейін, ақыретке деген көзқарас толық махаббат болмағаннан кейін, яғни Алланың елшісі маған махаббатпен ғана келіңдер деген да. Маған махаббатпен келіңдер деген. Яғни маған махаббатпен келіңдер, сен Алланың елші арқылы, Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед деген саған тәңірлік қуат керек па елші? Онда сен Мұхаммедке сүйіспеншілік махаббат болу керек. Енді сондай Мұхаммедке махаббат болмайтын болса, онда сенің қалғаның бәрі бекер оның. Бәрі бекер. Қазіргі міне осы егерде сондай қасиет болатын болса, ештеме бұл жерден жоғалмайды да, неғылмайды да, сол қорқыныш Құдайдан қорқу міне. Біз Құдайдан қорқуды, әруақтан қорқу деген Құдайдан қорқу. Кезінде осы ата жолында осы болды. Бірақ соны кейіннен барды да өздерің, әйелдер, өздерің бана бүкіл әйелдер аққу десе қорқатындығында. Мен естім, Айнұр десе бәрі қалтырап тұрады екен де, анау бата береді де, қазір бәріміз сойып салады деп. Осындай болды жағдай. Ақырында сөйте
ана үлкен қатыннан бәрі қорқады. Қорықпайды. Бүкіл себебі неге? Құраннан сұрайды да бәрін анықтап тұр. Ұрлығың болсын, қандай жеңісің, мейлі. Мен тіптен сол нелерді қорқыттым. Африкандықтарды. Қарашы, осы болған жағдай. Бұған ешқам не қотқан жоқ. Қайта осы қазақта осындай болды дем, африкалықтарды есте қалған шығар. Түбі не болды? Африкалықтар мен алдайды. Мен дейді осындай сөйтті де, менің әкем дейді мұнайдың бір магистр еді, мұнайдың бір шағындай магнат дейді ма? Сондай еді, мен қазір осы түрмеде отырым, енді мана осы шығым, мен пәлен деген ақша керек. Соған көмектессең дейді да мына. Мен осында түрмеде осында орталық бір сондай уақыт болды сол кезде. Сосын мен ана әбден алдап бәрін сұрап алам да, сосын суретіме несіме мен қоям. Құраннан сұрап беріңдер деп. Құраннан сұрап оның әкесінің тірі екенін, оның қандай үйде тұратынына дейін қолына көшеге ұстап шығатын сөмкісіне дейін айтқан кезде Алла қорқып кетеді. Сонда айтатын сендерді енді дейді, ана Америкаға дейін біз шығуымыз керек еді. Сол уақытта араған алды, бұл осы қорқыныш кірді, бірден ел билік іске кірісті, быт-шытын шығарды, оны өзімізден де болды. Ата жолын сектен осындай жағдай болды. Франциядан дейді хабарлады, француз екен. Мен дейді пәленбай дүнием бар дейді. Мен соны тастап кеткен. Енді Францияда көп қой сен. Мен ешкім қалған жоқ дейді. Мен соны саған бергім келеді деп маған қалады. Жарайды ондай. Мен аурумын деп. Аты жөнін біліп алдым да, сосын алдым да тағы да оны сұрады. Сөйтіп оның өтірігін шығардым да, оның ауруын түрін. Шында ауру екен бәнсің, ол бәнсі жатқан көреді. Сөйтсе ол мені алдап отыр екен. Міне осындайларды, осы сайттағы мен сондайлармен көрдім. Қаншамасы мен сырқат белгісін шығарып, ақырында қорқып кететін тұғын. Тұра қашатын тұғын. Сол соғыстың қазір бірі де жоқ. Ақпаратпен осындай біз егерде қазір енді осы ақпаратпен соғыспасақ, құрғашын қазір ана менен уағызбен қорқытып, насихатпен қорқытып, тек менің көзіме түспесе ол оның бәрі әшейін нәрсе ол. Енді мен неге айтып отырмын? Қазір маған шабуыл жасап отыр да. Анау менің дүнием ғой, оны енді құртады қолынан. Оны құртады ананы кім алса да, ертең соның анау олдырған мен ұстаған дүнием ғой. Маған шабуыл жасаған деген, ол Анар менен осы Айнұрдың осалдықтары. Маған шабуыл жасады. Ол құриды ол. Қайда барады? Кішкентай түкке тұрмайтын нәрсе, соны келіп ұқсатсыз мына жерден келіп ордадан келіп алып кетіп отыр. Пайдаланатын болса екен, оны үндемес едім да. Жарайды, несіне жаратсын деп. Оны ешкім жарата алмайды. Амантай мысалы сен де жарата алмайсың оны. Әлі үйрету керек оны да. Жоғарғы білімің бар соның. Міне осы неден? Осы біздің әлсіздіктен. Ол әлсіздіктің түбі қай жақта тұр? Әлсіздің түбі осы өздеріңде тұр да. Өмірдің мәнін түсінбей атыңдар да. Сендерде бала шағаға деген, қоғамға деген, жалпы деген, халыққа, өз ұлтыңа деген махаббат жоқ. Онан өзің жеке басыңның шамалып түртсең болды, бірден атылып шыға келеді. Неге олай айтасыз деп. Мен ондай емеспін ғой деп. Мен әдейі айтам да. Мен ондай емеспін ғой дейді да, ашу қоса келеді. Осының өзі, сол денем бол, осы иманның әлсіздігінен болып отыр да. Бұлайынша имансыздық. Салыстырмалы түрде біздің орнымызбен өзіміздің Құдайдың беріп қойған дәрежесіне мен салыстырғанда орындарымен сендер имансызсыңдар. Төменнен қарағанда біз ең бір имансыз біз ата жолын біз. Ал бірақ бізге беріп қойған Алланың бағымен қынығында, бұндай бақ, мысалы, Анарға берген бақ, әлемде бірақ қатынға беріп тұр да. Перғауынның әйеліне берген бақты қарсы шығып, сонда қайттаған, ол барып жәннаттық болды дейді, ол сол Перғауынның әйелінен Асия анамыздан қаншама кейіннен тарады өмірге келді. Сондай бақтар беріп жатыр да. Ол Асия анамыздың бағын беріп жатыр ма? Ол кімнің бағын беріп жатыр? Ол Бейбат анамыздың онда. Әйтеуір осы әйелдерге Алла тағала үлестіріп жатыр да. Ал енді сендер шынымен осындар, енді осы меңгеріп көріңдер деп. Жоқ, күнделікті кәрбір кішкентай нәрсе болса, ол қиын дейді. Қазір қиын. Мына уағыздан шығып не өпті, жаңағы Мәрвар
енді жайнақта сендер суықсымен дәретін ешқандай жағдай жоқ, қиын ғой дейді. Осы шайтандық әңгіме да. Осы шайтандық әңгіме. Себебі жайнақ қазір сендер жәннатта жүрсіңдер. Себебі сендер тым ауырсаңдар, ал онан да сол аурудан сен өліп кетуің керек. Мүмкін сондай жеңілдетіп жатыр да. Мысалы сен қазір мысалы амандай өзің ойлашы, өлімге келген едің, бітті сен. Сен әрі қарай тоқтауың керек еді. Қатып сен болдың. Ештеме жоқ қуат. Дәрі саған болмайды. Тамақ болса да сіңбейді. Қайда баратын? Болды ғой, о неге де саған путь өкпей, мен бірден түсіндім түріңе қарап. Осындай жағдай болды ма? Ona бұл құдамыздың иманды болсын. Інісі қайтыс болды да, онан кейін бір жылдан кейін құдамыз бір жаңағы ауруханаға түсіп қалды. Сөйтті, соның келді ағайындан Ақтөбеден. Соның біріншісі келді, мартта кезінде қызмет істеген. Сосын түріне қарап отырып айтын, сенің де нең есептегішің, счетчигің қосылып кетті ғой дедім. Білмеймін деп айтқанымда. Неге деді? Мен айтмай, сен деген осындай қызмет істедің, ненің болды енді. Мына сен ағаларыңа осындай мындай Алла тағала, өйткені ол профессор кезде халыққа қызмет жасаған. Сен не істедің, өз басыңа қызмет жасадың ғой деп. Енді сен анау артыңда жалғыз балаң бар екен. Сен енді мына жолында меңгерсей сен, өмірдің мәнін іздесей. Десем, анау ішінен миығынан күліп отыр да. Сосын болмайды екен дедім. 40 күннен кейін жүрек ұстап қалды. Осындай мен байқама айтып қалып, талайлар сондай болды. Сосын өзім аузым бағатын болдым бұл. Шынымен шын ғой olan болатын зат қой енді, оны бірақ мен айтпасам да болады ол. Сол сияқты мен саған да айта жаздап қалдым да. Біткен екенсің ғой деп. Бірақ ондағы жоқ деп. Қалай деп сосын сұрағам ғой. Мен сенбеймін дедің. Айттың ғой. Айттың. Ал енді қазір сенің қазіргі қарап отырсаң, сенен артық денсаң ғой, ертең әлде де қайда? Бәрге болады. Бірақ ол сенің, ол енді қимылыңа, сенің әрекетіңе байланысты. Дін дегеніміз көзқарас және іс-әрекет дейді. Егер де сен көзқарасың керемет, қазір қарап отырсаң, маған көзқарасынан ай нұрдың да, анардың да, осы ана тұрған бәрінде көзқарастарын керемет. Сұлтанның көзқарас деген тіптен ол. Мен шөпті тегін тарасам, жоқ, бұл тегін таратқанмен сен оны деді көбейтудің қажет жоқ. Әркім оның ауруына садақасын беріп алсын. Солай қылу керек та. Ал іс-әрекет жағынан қарасаңдар, сәйкес келмейді. Несібе берді, шайды. Ер сайынға да қанша шай жинадыңдар, ал сұлтан айтшы. Біраз онда маған өлшемім керек. 500 келі бар ма? 100 келі бар ма? Неге жоқ? Осыдан. Неге шөп жетпей қалды ма? Жоқ. Не жетті? Шөп болды ғой, бір тонна жинайтындай шөп болды ма? Болды. Оған не жоқ? Осы мінекей иманның әлсіздігі сол. Біз иман дегенді ойлаймыз ғой, бір анау намаз оқысаң ол иман келтірді. Ол сыртымызды бояп, кәдімгі бояушы деген ғой. Біз өзіміз кәдімгі мәдениетті болуға тырысып не қылсақ, бір ана садақа бергеннің өзін айтып, мен пәлен садақа бердім деп, өзін біз иман деп айтсын дегеніміз. Ол иман емес. Ол иман емес ол. Соған сендердің имандарың жетпеді. Иман деген не? Ол ізгілікті елді ойлау, халықты ойлау. Егер де халыққа осы болсын десең, Алла тағала береді да. Енді қара, неге сендер жиналды? Мен әзір айтқан жоқпын сол кезде. Сол кейін айтам дейтін сол, кейбіреулеріне мен әдейі ұстап қалатын болдым да. Сендердің қателіктеріңді сөйтіп барып, айтып барып, соң болмаса түзелмейсіңдер. Қара, мына нелерде темекі жинайды. Ақырат, асармен жинайды. Сендерде бір қарапайым ғана соланы ақыл дейді, пайымдау дейді, сондайлар жетпейді. Иман деген сол ақыл пайымдау. Қаншама әйелдер бар. Бізге осы таразыны қойып, мынандай телеграм, жапырақ неңдер, сонымен пәленнен қабылдаймын десең сен. Мына Шымкентте болыпты, Шымкент болыпты бар. Айтады, миллионер деген бар дейді, мен кеңескімен. Ол қалайдың?
Оның аты миллионер дейді. Ол қалай миллионер болып жүр деп. Әкесіне, інісіне бәріне үй салып береді. Ол мына қазақтың қойының құмалағымен миллионер болды дейді. Ол қалай? Сол кезде ана сағыздың шыққан уақыты Москвадан алып келеді екен. Ар жағынан неден келді сағыз? Алып келеді екен де кешкілік қой қайтатын кезде отырады екен сағызда. Балдардың бәрі жинады. Мінекей, мына бір сағыз, мына бір банкі. Бір банкіні ешқандай білінбеген қойдың жаңа құмалақтарын толтырып білесің деп. Қойдың артынан балалар жүгіріп кетеді, қойдың артынан бір банкісін алады да бір сағыз алады. Сөйтеді екен де оны әйелді кәдімгі тіктіреді екен. Бесеуден қойып. Сөйтеді басына қағазбен жазады екен. Органическое удобрение деп. Соны шамаданға салып алады екен де Москваға Арбатқа барып сатады екен. Міне гүлге деп біреуін қой. Мына бит гүлге. Кезекке тұрып алып кетеді екен де гүлге. Қазақтың қойдың құмалағын. Көрдің бе қалай? Міне сол неде қайдан? Сол иманнан пайда болады. Бір жағынан ол ізгілік жасап отыр ғой. Оларға таза нәрсені апарып беріп отыр. Ол үстіне қосып жатқан ол иман емес. Онан сен иман жинай алмайсың. Ол дүниелік қана. Ол таусылатын. Ал соны сендер мінекей маған жинап беріңдер, келіңдер, 10 келін, ертең мен осыны шайды өткізген кезде, сосын сендерге ақшасын деп тізім жазып қойсам, жүрет, мен пәлен киім алатын ем, сұлтан маған шайын өткізіп ақшасын беретін болды. Ізгілік қой. Қаншама халыққа сен ақша тауып беретін, бір жағынан қаншаманыңға сол шайменен қоректендіретінің жайнақтың қуатын. Имандарың жетпеді. Міне. Имандарың жетпеді. Шөп те сол сияқты, қай-қайсы мына жерге Алла тағала беріп қойған. Біз пайдаланып жатқан жоқпыз. Енді неге анау атын айтпа деп отыр. Жарайды, атын айтпаймыз. Бірақ енді ұн алып беріп жатыр, қырамық алып беріп жатыр, осы жайнаққа деп. Сендердің несімен, бірақ енді оны сендер ғана жей бермеу керек оны. Онан табыс та табу керек. Онан не істеу керек енді? Онан осы жайнақтың қуатын не болу керек? Соны қалай істеуге болады? Ал имандарың айтсыншы соны. Он бар, не бар, қалай істеуге болар еді? Соны сендер ұйымдастыруға болады ғой, әйелдерге. Қойыңдар ғана қол тазарған әйелдер көп. Нан көмсін. Нанның несі қанша теңге? 100 теңге ма? Қанша болды бөлкесі? 200 теңге. Сендер соны енді ол бұлай келіп отқан нәрсе, сендер 100 теңгеден таратыңдар. Қалай кезекке тұрады да? Сол не тұрған бар ғой жәме отырған. Балдар көптер бар. Жатақханалар бар. Соны тізімге түсіп қойыңдар. 2 күн, 3 күн сайын пісіріп апарып тұрсаңдаршы. Халық сөйтіп, садақасын сөйтіп, онымен беріп, сөйтіп таратсын. Бір жағын неге ол жарба? Себебі сендердің отының бар, басқалың бар, мұны өлген, ол болу керек міндетті түрде. Бірақ екінші жағынан сауап жасайсыңдар. Екінші жағынан, нан менен қуат бересіңдер бір, екінші жағынан анау тұрған, олардың қаншама да сендер садақа берген болады да, бір жағынан. Осыған иман еркектер бар ма араларында? Осыны ұйымдастыратын. Осылардың бәрі иманнан. Егерде мен егерде әлсіз болса иманым, мен бәрін есептеймін да, өзбектерге салдырам, мұна бәрі монастырь істеймін да, осылардың бәрін табыс қалырым. Енді қазір қайдырым, әрбір істеген, неге енді сендерге біз енді келді, уақыт келді, сол өздерің сол имандарыңды жұмсап көрсететін уақыттарың келді жаған. Енді мына құсқора салып атсың ба тағда, мен оған ақша өлдірем. Сол ақшаны сен қалай жұмсайсың? Тегін аласың ба оны? Оны басқа не қыласың ба? Бірақ сен сол ақшаны сен іскератын ол, және өзіңе де соның ішінен қалатын қылың керек. Жұмсауға. Міне осылай үйрендер. Ақша жұмсай үйрендер. Солай қыламыз енді. Ал енді моншаға ма? Оған да сол ақша бөлінеді. Себебі осылай үйренбесеңдер, ертең сендер алдарыңда қаншама істер тұр. Ойлану деген, міне. Дұрыс ойлана білу деген, иман дегеннің өзі сол ізгілік жасаудыға дұрыс ойлана білуден тұрады да. Яғни бардан біз енді
жоқтан бар жасай алмаймыз. Бардан бар қылу, көбейту, еселеу. Болады ғой мүмкіндік. Таратындар, тауықты да сондай. Қоран салып бар, мен алып берем. Бірақ енді бұрынғыдай енді сұрау жоқ. Мен пәлен бересің деп, қарызды іліп қоямын. Міне қаншама балапан алып бердім, мынау Амантайға. Оны қалай сен есептесесің, соны білесің. Сол тауықтарыңды сен қаншадан саласың, тегін бересің ба? Тегін таратуға болмайды. Қалай бересің? Сауысы, сендер сондай сау жасауларың керек. Ертең Амантайыңды уақыты келе жатыр. Әлбіріне сол қазір қарап отырсаң, егер де сен сол дозақтықтан сен өзіңді күнәдан қорғайтын болсаң, сен осы өміріңді өзіңді жәннаттық қыла бер. Қалай енді? Ол айтқандай жылы жерде отырып, гаршакқа отырып, ол емес жәннаттық. Ал қалай өзіңді өміріңді жәннаттық қыла аласың? Айтыңдар, сен өміріңді қалай жәннаттық? Сен қазір мысалы, сен суық жерде тұрып жатсың. Қиын. Бірақ сол жерде тұрып, сен жәннаттық өмір сүре аласың. Білесің бе соны? Осының бәрі шүкірліктен туындайды. Бәрі шүкірліктен туындайды. Қазір осыны мысалы, Айнұрға айтамын, міне, Айнұр, сен жәннатта өмір сүргенін білмейсің ғой десем, неге ашуланасың? Ашулансаң, сен соның бәрін жоғалтып аласың. Егер де сен жәннаттыға ұрдырсың, сен ашу баяғы кетіп қалады да. Ол қалай дейді? Сен де Алла тағала бәрін беріп қойды ғой. Тек соны түсін, болды. Сенде ешқандай мұқтажы жоқ қой қазір. Ауруға, басқа да ешқандай мұқтажы жоқ. Ал сол халде түсінсең, Алланың шүкірлік, Алланың Құдайдың беріп қойғанын, соны түсінсең, сен жәннатта жүргенде сезінсең, Алла тағала сенің өміріңді солай жақсартады. Ал сен өмір болғанда ойың бар, мынау да жаман, мына жылы жер болғанда, мына үй деген сарай болғанда, пәленше анау жеткенде, үнемі жетпейтін болсаң, сен өзіңді дозаққа байлайсың. Тарыла береді көңіл. Жаңағы тауық дейді, семірген сайын құйрығы тарылады дейді. Барлығы неге? Бүкіл нәрсенің бәрі неге байланысты ол? Сол Абай атамыздан орын таппай, баптанба, ғылым таппай, мақтанба дейді. Ал енді ғылымды қазір осы сендерде тұр ғой ғылым. Алла беріп қойды ғылымды. Ешкімге бермеген нәрсе сендерде ғылым тұр. Менде бар ма, сендерде тұр? Орынды қалай табамыз? Соны ер қоспақ пен сөз қоспақ деп, сол орынды, ол немен байланысты орын деген? Орын деген адамның артқы құйрығымен байланысты. Мына соны айтады, орын табан. Сендер дейді, ашулансаңдар дейді, ашулансаңдар, жерге отырыңдар дейді. Мына орынды, сол мына неде көбінесе, осы туралы мына Забурды меңгерген, мына дилер осы Корея ел жағында, солар не қылады? Тыныштық, отыру, үнсіздік, тибеттіктерін. Сол орын табу деген сол. Әркім өзінің орын табу керек. Ол неге? Қазақтың орын табу не дейді? Бәрін енді қой бағып, көтен жеген дейді. Өткенде салдым мен, Айнұра. Сол көтен деген сөздің қаншама ұғым бар екен қазақта. 67 ме бірдеңе. Қарап отырсаң, соның өзі ғылым ғой қазақта тұр. Көті бар дейді, сонда тұр ғой, соғысының өзінде тұрған. Сонда сен сол орныңды, сол құйрықпен байланысты. Сенің сол арты құйрығы байыз таппайды дейді ғой. Оны айтсаң, құртсаң, соның бүкіл қағидасы тұр да. Саған Алла тағала сол орынды берді ма? Міне. Соны әрқайсысына беріп қойып тұр ғой. Сондықтан енді орын сөйлеуге керек. Егер де сен де Алла тағаланың берген хикметіне соған шүкірлік, соған мақтаныш болмаса, онда сенде міндетті түрде ашу болады.
Ашу деген сол ысыраптың бір түрі. Сол иманыңды жоюдың ең төте жолы ашу. Ең төте жолы. Сон Алланың елшісі егерде онда да ашуланудан басылмаса, дәрет ал деген да. Сен егерде шынымен ашуың да болатын болса, түнде тұрып ана нәпіл оқы деген. Түн қолайлы деген, сен ұйқыңды бұз, да? Түнде нәпіл оқы. Ашуың жеңе алмадың ба? Нәпіл оқы түнде. Солай жең. Сен қазір нәпіл оқып жүрсің ба? Түнде түн ортасына тұрып, арнаулы. Солай жеңесің. Үнемі әдет қыл. Ол енді тек бір айда кете салады деймін, ол бірте-бірте үйім. Сен аны қалай да Алланың осы берген сен орынды сол өзің бағалауың керек. Бұл орын жайнақ деген міне. Сол қазір осы орынды бағаламай ойына кем істеп жүргендер көптің. Енді осының бәрі неге ғой? Енді Алла тағаладан мен сұрай бастаймын. Енді хабарлатын адамдар керек. Егер өз жерде Құраннан сендерін сұрап, әр нәрселеріңді осы хабарын айтып отса, ол кезде бұл жайнақ маңың бәрі тазарады. Себебі неге? Ана жындардың өзі қашып кетеді. Азғырып жүрген сырттан келген бар өзінен өзі қашып кетеді, біліп қояды деп. Сондықтан ол міндетті түрде керек, көкейге салу. Соны меңгеру керек.